Сендерге көп таңбалы санды 3 таңбалы санға бөлу тиімді, тез табу жолын үйретемін қазір. Бері қараңдар. Бірінші қадамдарын. Кетпегенде бірден беріп көресіңдер. Қанша шығады? 703-ті 100 шығады. Оны мына жаққа апарамыз. Азайту керек. 8-ден ала аламын ба? Жоқ. 89-дан ала аламын ба? Жоқ. 897-ден ала аламын ба? Қайыруды бірінші қадамдарын қайыру. Қайыру тауып алдық. Бірден беріп көріп қайырып көріп алдық. Енді мына жақтан бірден бермейміз. Енді ойланамыз. Таблицаға сүйенеміз. Мынау ненің таблицасы? Артынан қанша қалды? 2. Қайырған жерден екеуді қалдырамыз. Жоқ деп есептейміз. Мына жақтан екеу кетті ғой. Қанша қалды? 7. Мына жақтан қанша қалды? 8. 7-нің таблицасында 8-ден аспайтын қандай сан? 1. Міне өстіп табасыңдар. Енді жеке көбейтеміз. Бірінші 3. Бір жердегі 0, бір жердегі 7. Енді азайтумен жұмыс жасаймыз, 9 бір қалады. Тамаша. 6 шақырамыз. 6-ны қасынан көмекке шақырамыз. Тағы да азайтуға дайындап қоямыз. Қайтадан қайт кестеге барамыз. 7-ні көбейту кестесі. Артынан қанша қалды? 2. Мына артынан мына екеуінде жоқ деп есептейміз. 7-ні көбейту кестесінде 19-дан аспайды. Қандай сан бар? 2. 14 қой, ал 3-десін 21 болып асып кетеді. Міне қалай оңай берудің жолы осы. Неққа қарай оңай бересіз, неққа соның мәнін неққа жазасыз. Ал кеттік. 2 жердегі 3 6. 2 жердегі 9-нан бастаймыз. 2 жердегі 4. Ал азайтамыз. 4 5. Жоқ. Кеттік. Тағы да азайтумен дайындап тұрамыз. 5-ті шақырамыз. Мына сан бізге мынаған жетпей аз болып тұр, сол үшін мына санды қасына көмекке шақырамыз. Тура өзінің астына жазамыз. Жазып па? Қандай сан шықты? 5 енді қайтып көбейту кестесіне барамыз. Ненікіне? Тағыдан 7. Артынан қанша қалды? 2. Мынаның да артынан екеуді жоққа санаймыз. 54 деген сан қалды. 7-ні көбейту кестесінде 54-тен аспайтын болмаса 54 болады. Қандай сан бар? Жетедегі? Қанша? 7 49. 8 болса 56 басып кетеді. Ала алмаймыз ғой 54-тен 56-ны. Сол үшін 7-тен береміз. Енді тексереміз жеке-жеке. 7 жердегі 3 21 2 ойда. 7 жердегі 0 2. 7 жердегі 7 49. Ал енді азайту. 4 0 10-нан 9 аламыз 1 сонда мынадан мынау өзі 4 алғанда енді мына тұрған сан мына сан кіші ма? Кіші болса ол қалдық болып қалады. Түсінік ма? Мына шақыратын сан жоқ. Түсіндіңдер ма? Сонда мәні қанша шықты? 127 қалды. 480. Енді осы тексеріп көрейік. Тексеріп көрейік. Бірінші қайсыны жазамыз? 20. Несеймін, қада қадаммен жүріп. Бірінші? Бірліктен бастаймын. Жеттен болсам болғандықтан, мына жерде бір ағылым бар, алдыға жылжиды. Кеттік. Екшердегі шымалды өзінің астына жазады, оның астына. Жылжып кете береді. Тағы да екі таңбалы жылжып кетеміз. Келесі. Өздікпен жұмыс жасап атқандықтан, жүздің астынан бастап жазамыз. Келесі осы үшеуінің бәрі. 12 қандай сан шықты? 8 бастап қайырамыз. 1, 2, 3, 4, 10 жүздіктен қайырамыз. 3 саннан топтап қайырамыз. Разрядпенен. Кеттік. Дұрыс айтасыздар. Өстіп оқимыз. Енді сол шыққан санымыз мына яқпен тексереміз. Келді ма? Не істейміз? Қайтасыздар. Енді
Қанша таңба қалды? Қанша таңба бар? 3 таңбалы артынан бастап 3 таңбалының астына жазамыз. 484. Düzlük астына кетті. 16 oyda 6 oydan 7 9 8. Қандай сан шықты? 89.765. Шықты ма? Шықты. Міне өстіп шығарамыз. Бірінші шығарамыз. Мына беру жолының бәрін жақсылап біліп алыңдар. Қалай бересің, ойланып барып көбейту кестесіне сүйенесің да бірінші тұрған санны. Сөйтіп, мынақа жауабын жазып кете бересің. Жауап мынақа жазылады және бір-бірінен азайтылады. Сосын шыққаннан кейін тексеріп көресің. Егер шыққан кезде тексерген кезде тура сол сан шықты ма, сенің мына шығарған есебің дұрыс дәлел бұл. Түсіндіңдер ма?